Көктемнің шуақты күндерінің бірі еді. 5-ші сыныпта оқитын Асан демалысқа ауылға атасының үйіне келді. Атасы Қайрат қария өмір бойы мал шаруашылығымен айналысқан, төрт түліктің тілін білетін нағыз маман еді. Бірде атасы Асанды қасына шақырып алып, «Балам, қазақтың байлығы да, мақтанышы да осы төрт түлік, әрқайсысының өз орны, өз қасиеті бар» деді. Сол сәтте қора жақта малдың дауыстары естіле бастады. Атасы әңгімесін әрі қарай сабақтады. «Қарашы, анау сыртта келе жатқан ойсыл қара тұқымы, түйе шөлге төзімді, киелі жануар. Оның сүті шұбат, жүні алтын» деді атасы. «Ал анау ойнақтап жүрген қамбар ата баласы, жылқы ер қанаты. Ол өте ақылды әрі сезімтал келеді. Зеңгі баба тілегі бізге ақ береді. Сүт, қаймақ, ірімшіктің бәрі осы сиырдың арқасы. Шопан ата мен сексек атаның соңында ерген мынау қой ешкі, береке мен ырыс. Олардың еті де, жүні де пайдалы». Асан атасының әңгімесін ұйып тыңдады. Ол бұрын төрт түлікті тек суреттен көрсе, енді олардың адам өміріне қаншалықты маңызды екенін түсінгендей болды. «Ата, мен де сіз сияқты малдың бабын үйренгім келеді» деді Асан жүгерленіп. Атасы немересінің бетінен сүйіп, «Еңбек еткеннің бағы жанады балам, төрт түлікті қадірлеген аш болмайды» деп батасын берді. Асан сол күні табиғат пен төрт түліктің арасындағы тығыз байланысты алғаш рет сезінді.